Мақта қыз бен мысық. Ыбырай Алтынсарин. Ертеде мақта қыз бен мысық бірге ғұмыр сүріпті. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, бірден бір мейіз тауып алады. Мақта қыз мысығын шақырады. Мысығым менің, қайдасың? Келе ғой. Бірақ мысық үн қатпайды. Мұны көрген мақта қыз ашуланып, Келмесен, келме, дейді де мейізді өзі жеп қояды. Бір кезде мысық асықпай келеді. Мяу, мақта қыз, мені неге шақырдың? Деп сұрайды. Айтпаймын. Дейді мақта қыз. Мяу, онда мен сенің қатығыңды төгемін. Сөйтіп қатықты төгіп жібереді. Мақта қыз ашуланып, Сол үшін сенің құйрығыңды кесіп аламын. осылайша мысықтың құйрығын кесіп алды. Мысық жылап, Мяу, құйрығымды берші, деп жалынады. Алдымен қатығымды қайтар бер. Дейді мақта қыз. Мысық қатық іздеп сиырға барады. Мяу, сиыр, маған қатық берші. Му, қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер, дейді сиыр. Мысық ағашқа келеді. Ағаш, маған жапырақ берші. Мяу. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсен, жапырақ беремін. Мысық су алып келе жатқан қыздарға жолығады. Мяу, маған суларынан беріңдерші. Ал сен бізге сағыз алып кел, су береміз. Дейді қыздар. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз беріңізші. Дүкенші ойланып, маған тауықтың жұмыртқасын алып келсен, сағыз беремін, дейді дүкенші. Мысық әбден шаршап тауықтарға келеді. Тауық, маған жұмыртқаннан берші. Ко, алдымен маған дән әкел, дейді тауық. Мысық не істерін білмей отырғанда үн қазып жүрген тышқанды көреді. Оны ұстап алып айтады. Үйінде не бар? Әйтпесе жеп қоямын, дейді мысық. Тышқан қорқып, үйімде бір тары бар, маған бір уыс тары бер, дейді мысық. Иә, ала ғой, деп тышқан тары береді. Мысық тарыны тауыққа апарады. Ко, міне сенің жұмыртқан, ала ғой, дейді тауық. Мысық жұмыртқаны дүкеншіге береді. Жақсы, рахмет, міне сағызын, дейді дүкенші. Мысық сағызды қыздарға апарады. Алақай, деп қыздар бір шелек су береді. Мысық суды ағаштың түбіне құяды. Рахмет, дейді ағаш, жапырағын береді. Мысық жапырақты сиырға апарады. Сиыр жапырақты жеп айтады. Му, міне сенің қатығын. Мысық қатықты мақта қызға әкеледі. міне қатығын. Мақта қыз, Көрдің бе мысығым? Шақырғанда келмедің, айтқанымды тыңдамадың, сол үшін құйрығыңнан айырылдың. мысық жылап, Кешірші, мяу, енді бұзық болмаймын, айтқаныңды тыңдаймын, дейді. Мақта қыз қатықты алып, мысықтың құйрығын қайтарады. Сөйтіп екеуі дос болып өмір сүре беріпті. Мінекей балалар, бір-бірімізді тыңдап, сабырлы болсақ, бәрі жақсы болады. Қателікті түсініп, кешірім сұрай білсек, достық қайта орнайды. Әрдайым мейірімді болыңдар.